Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге күшті кереметте осындай видео жасап қойдым. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, подписка жасап қойыңыз. Баршаңызға мың алғыс дегім келеді. Үйде, холодильникте, сыртта, баклажкада, ыдыстарда қалып қойған ескі айран болса да жарайды. Және де кәдімгі таза бүгін алынған айран болса да жарай береді. Кез келген айранды осындай ыдысқа құйып аламыз, және де үстінен колонкадан ағып тұрған судан кішкене құямыз. Сол суды құйғаннан кейін шым-шым тұз қосамыз, және де бұл жерде ең бастысы айранға иленген қамыр болғандықтан қант татымына қарай тәтті етіп қант қоссаңыздар керемет желінетін болады. Әсіресе балалар түк қалдырмай жеп қоятын болады. Осындай қантты қосасыздар. Бұл жерде бізге керегі ең маңыздысы ас содасын саласыз. Бір шай қасықтай, 2 шай қасықтай қамырыңыздың көлеміне қарай сала бересіз. Бұл жерде нақты бір өлшеп салатын ештеңесі жоқ. Өзіңіздің адам санына қарай жобалап жасай беруге болады. Барлығын араластырып, осылай тәтті қамыр және де әдемі етіп июын қандырып, басын біріктіріп қоясыздар. Бір 20 минуттай тұру керек қамыр. Осындай әдемі қамыр болады. Бұл қамырды жақсылап жаямыз. Жайған кезде бұл жерде мынау көріп тұрғандарыңыздай қатты қалың болмау керек, қатты және де жұқа болмау керек. Ең бастысы қалың болып қалса арасы піспейтін болады. Сол себепті орташа отта қойып қызарғанша пісіретін боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде кішкентай ғана қамыр, тез жайдым. Кішкене ұн сеуіп отырып жайдым. Және де оны осылай кесіп бөлшектерге бөліп аламын. Бөлшектерге бөліп алғаннан соң бір 5 минут, 10 минутқа қалдырып, матаға жайып, бетін жауып қоятын болсаңыздар, шашықпен керемет үлпілдек болып піседі әрине. Бұл жерде мен кішкене асығыс болдым. Сол себепті мен ұзақ ұстаған жоқпын. Майым қызғаннан соң уже пісіріп бастадым. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай кішкене жайып қалдырсаңыздар күшті болып көтерілетін болады. Негізінде керемет қамыр бұл. Және де тез таусылатын бауырсақтың түрі. Бұл бауырсақты ашытудың қажеті жоқ. Жақсылап июын қандырып илейсіздер де пісіре бересіздер. Осындай күшті бауырсақ болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ, әрі тез дайындалатын осындай керемет бауырсақ болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай баршаңызға ас болсын. Үйде жасап жеңіздер, балаларға жасап беріңіздер. Ең бастысы тез дайындалады. Қамыр ашытып қойып күтіп отырудың қажеті жоқ. Баршаңызға ас болсын деймін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Және де комментарийға өз ойларыңызды жазып қойыңыздар. Сіздер қалай жасайсыздар бауырсақты? Бөлісіп отырыңыздар. Баршаңызға мың алғыс деймін. Сіздерге ас болсын.